Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті онлайн шараға қатысушы тіл жанашырлары, лингвистикалық терминдерді біріздендіру республикалық онлайн семинарына қош келдіңіздер. Қазақ тілін толыққанды ғылым тіліне айналдырудың бір көрсеткіші бұл салалық терминдерді біріздендіру. Басқа салалармен салыстырғанда лингвистика саласының терминдері бірқатар жүйеленген. Дегенмен бұл салада баламасыз шетілдік терминдер әлде де жетерлік. Осы мәселеге арналып жыл басынан бері 4 офлайн конференция өткізілген болатын. Бүгін сол 4 офлайн конференцияларда талқыланған терминдерге назар аударып, дефинициясы айқын, термин жасамының әдіс тәсілдеріне сай келіп тұрған терминдерді анықтап, алдағы жылы өткізетін Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы терминология комиссиясының отырыстарының біріне бекітуге ұсынатын боламыз. Семинардың мақсаты терминдерді біріздендіру, қазақ тіліндегі төл терминдердің үлес салмағын арттыру. Құрметті қатысушылар, бүгінгі онлайн семинарымыздың регламенті шамамен 1 сағатқа созылады. Бағдарламада көрсетілген баяндамашыға 15 минут, жарыс сөзге қатысушыларға 5-7 минут уақыт беріледі. Регламент сақтауларыңызды сұраймыз. Күн тәртібі бойынша баяндама жасау үшін сөз Шаяхметов атындағы Тіл-қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы терминология басқармасының басшысы, филология ғылымдарының кандидаты Ысқақ Бақытгүл Дәуітбекқызына беріледі. Бақытгүл Дәуітбекқызы, сөз өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, тіл жанашырлары. Бүгінгі онлайн семинарға қош келдіңіздер. Мемлекеттік тілдің дамуы білім ғылым саласындағы ел саясаты мен экономикасындағы қолданыс деңгейімен тікелей байланысты. Соның ішінде терминологияны біріздендіру, жүйелеу, жетілдіру жөніндегі жұмыстардың сапалы нәтижесі қазақ тілінің ғылым тілі деңгейінде дамуына үлкен ықпал ететіні сөзсіз. Әрине, жаңа Лиза Қожақызы айтып кеткендей, көптеген салалармен салыстырғанда қазақ тіл білімі саласының терминдері бір шама біріздендірілді. Қазақ тіліндегі аудармалары, төл терминдері, баламалары тұрақталып, белсенді қолданыста жүр. Дегенмен де жоғары оқу орны студенттеріне арналған оқулықтарда, ғылыми теориялық еңбектерде лингвистика саласы терминдерінің әртүрлі нұсқадағы қолданысы баршылық. Осыны ескере отырып, 21 жылы біз қазақ терминологиясы мазмұны және құрылымы электронды алаңында 4 офлайн конференция өткізіп, алаңға ілдік. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, морфология саласының терминдерінің ұлттық сипаты, синтаксис терминдерінің қазіргі сипаты, қазақ тілінің дыбыстық жүйесіндегі жаңа терминдердің қолданысы және терминология саласы терминдерінің ұлттық сипаты. Енді бұл бойынша осы аталған семинарда 4 офлайн конференция бойынша талқыланған мәселелерді ортаға салып, пікір алмасудан кейін ұсынылған ұтымды сәтті терминдерді жаңа модератор айтып кеткендей, республикалық терминологиялық комиссияға бекітуге ұсынатын боламыз. Енді қараңыздар, бірінші офлайн конференцияның тақырыбы қазақ тілінің дыбыстық жүйесіндегі жаңа терминдердің қолданысы. Дәріскер Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Еспекова Ләззат Әубәкірқызы. Ләззат Әубәкірқызы өзінің офлайн конференциясында алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алған айтып өтеді, және бейне дәрісте Байтұрсынұлы енгізген терминдерге шолу жасалады. Мысалы, дыбыс, әріп, тіл мүшелері,
буын дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар, жарты дауысты дыбыстар, және қатаң, яң, дауыссыз дыбыстары, екпін деген сияқты терминдерді алғаш осы Байтұрсынұлы ұсынған еді. Міне осындай ұлттық танымға, түсінікке лайықты терминдерден кейін тілдің дыбыстық жүйесін жан-жақты зерттелуі нәтижесінде ғылым саласы жаңа терминдермен толығып отырды. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, одан кейінгі кеңес дәуірі үстемдігі кезінде жаңағыдай біздің төл терминдердің қолданысы баяулап, шет тілінен енген терминдер көптеп орын алды. Енді бұған байланысты Ләззат өзінің баяндамасында мынадай терминдерді көрсеткен: сингармонизм, ассимиляция, прогрессивті ассимиляция, регрессивті ассимиляция, аккомодация, тағы басқа сол сияқты. Енді одан кейінгі өз баяндамасында ғалым дегенмен де бұл кейінгі жылдары, мысалы тәуелсіздік заманынан бері қарата, тәуелсіздік кезеңінде қазақ тілінің төл терминдерінің де жасалып жатқанын ескеріп, қазіргі кезде мынадай терминдердің орын алып қолданысқа енгенін атап өтеді. Оның ішінде мысалы жасалым фонетика, айтылым фонетика, естілім фонетика, үндесім фонетика деген сияқты. Міне осы 2000 жылдарға дейін фонетиканың акустикалық, артикуляциялық, тағы басқа секілді аудармасыз қолданылып келген терминдердің орнына жаңа терминдердің, қазақша атаулы терминдердің пайда болуын айтқан ғалым өзінің офлайн конференциясында мынадай латын сөзіндегі терминдердің қазақшалануына тоқталады. Оның ішінде мысалы ассимиляция, яғни ассимиляцияны қазақшалағанда ұқсату мағынасына қарай қазақ тіл білімі еңбектерінде бұл заңдылық бірнеше нұсқада қолданыста екен. Үйлестік заңы, ұқсастық заңы, дыбыс үндестігі деген атаулармен қарастырылып жүр. Қазіргі кезде осы грамматикалық қазақ еңбектерінің ішінде 2002 жылы шыққан қазақ грамматикасында ұқсастық заңы термині пайда болған. Және ұқсастық заңы термині ғылыми еңбектерде қазіргі кезде біршама тұрақталып отыр. Сондай-ақ дәріскер аккомодация заңы терминін қолданысқа түсе бастаған, және оның бейімдестік заңы деп айтылып отырғандығын атап өтеді. Яғни осы морфемалар жігіндегі қатар келген дауысты және дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп бейімделіп айтылуын бейімдестік заңы деп отырғанына тоқталады. Сонымен бірге бейне дәрісте ұлттық сипатқа ие тіл үндестігі, бейүндестік заңы, дыбыс жүйесі терминдері аталады. Дегенмен қазіргі ғылыми еңбектерде, мысалы, сингармонизм заңы терминінің орнына үндесім заңы белсенді қолданыста. Тіл үндестігі дегеннен гөрі үндесім заңы белсенді қолданысқа еніп отыр. Енді ол жөнінде тағы да соңына таман ғалым өз пікірін тағы да айта жатыр. Ал енді сонымен бірге диссимиляция, бейүндестік заңы дегенді өте жаңағы сәтті қолданыстағы термин деп айтуға болады. Сонымен бірге фонетиканы енді жаңа жоғарыда сөз тіркесінен жасалған терминдерде жасалым фонетика, айтылым фонетика деп ұсынды ғалым. Дегенмен де, мысалы, бәріңізге белгілі
атақты фонетист ғалым Әлімхан Жүнісбектің еңбектерінде бұл дыбыс жүйесі дегенді көбірек қолданады. Міне осындай жаңағы пікірлердің әртүрлілігіне байланысты бүгінгі семинардың соңында осы біздің бірнеше нұсқада қолданылып жүрген терминдерді екшеп біріздендіру үшін ғалымдардың пікірін тыңдап, сол ғалымдардың пікірі негізінде біз жаңағы отырысқа ұсынсақ деген ойымыз бар. Енді бұдан кейінгі келесі офлайн конференция ол жаңағы морфология саласы бойынша, морфология саласы, одан кейінгі жаңағы синтаксис саласы, сондықтан морфология саласы терминдерінің ұлттық сипаты бейне дәрісті оқыған Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторанты Айгерім Қожахмет. Негізі Айгерім Қожахмет өзінің офлайн конференциясында Байтұрсынұлының, Жұбановтың, Ысқақтың ғылыми еңбектеріндегі және қазақ грамматикасы еңбегіндегі морфология саласының терминдеріне тоқталады. Оның ішінде атап айтқанда сөз таптары, сөз құрамының септік түрлерінің, етістік, етіс, рай түрлерінің жіктелуіне талдау жасайды. Яғни Байтұрсынұлының еңбектерінен бергі уақыттарда түрлі жаңағы шындап келгенде қоғамдағы өзгерістерге байланысты, саяси жағдайларға байланысты сол терминдердің қалай өзгергенін көрсете отырып, ең жаңағы ізденуші докторант ең бастысы морфология саласының терминдерінің ұлттық сипаты Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алған нақтылап ғалым еңбектерімен дәлелдейді де, одан кейін қорытындысында белсенді қолданыста болуы мүмкін екі терминді ұсынады. Яғни бұл бізде шет тілдік термин ретінде үлкен қолданыста, дегенмен ізденуші морфема сөз тұлға, префикс сөз алды жұрнақ терминдерін ұсынып, осы екі терминді өзіміздің төл сипаттағы термин ретінде бекітуді жөн санайды. Міне, келесі офлайн конференцияның тақырыбы синтаксис терминдерінің қазіргі сипаты. Оны дәріскер Тұран Астана университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Кәріпжанова. Дәріскер өзінің офлайн конференциясында осы синтаксис саласы бойынша өнімді еңбек етіп, үлкен еңбек қалдырған Жұбанов, Аманжолов, Сауранбаев, Балақаев, Қордабаев, Әміров, Шалабаев жақтың еңбектеріндегі синтаксис терминдерінің ерекшеліктеріне тоқталады. Өзара салыстырып зерделей келе, дәріс қорытындысында кеңес заманындағы ертеректе жазылған ғылыми еңбектерде лингвистикалық терминдер барынша қазақ тілінде берілсе, одан кейінгі уақытта гибрид, яғни будан терминдердің көбірек орын алғандығына тоқталады. Яғни гибрид терминдерді енді мұнда қатысып отырған жастар білмеу мүмкін, ол жаңағы орысша және қазақша, бізде енді шет тілдік терминдердің бәрі орыс тілі арқылы енген терминдер, және осы екі тілдегі терминдердің араласып келуі. Көбінесе бұлар сөз тіркестері арқылы жасалатынын бәріміз де білеміз. Міне осы будан терминдердің көбірек орын алғанын байқауға болады. Синтаксис саласындағы терминдерде бірізділіктің болмай тұрғанына байланысты дәріскер төмендегі мысалдарды келтіреді, және біз осы терминдерді талқылауға ұсынамыз.
Міне көріп отырсыздар, интерпретация, тәпсірлеу, интертекст, ілкі мәтін, интермәтін дейді немесе, сөйлемнің актуалды мүшеленуі, жұмсалымдық, мағыналық мүшеленуі, өзектену, күрделі синтаксистік тұтастық, күрделі синтаксистік тұтастықты күрделі синтаксистік бірлік шумақ деп алған. Осыған байланысты дәріскер шумақ терминіне неге шумақ деп алуға болады? Бұл жөнінде ғалым Жақып Жантастың дәлелді уәжін келтіреді. Яғни, шумақ термині филологияда поэзияға ғана тиесілі болып жүргені, мұның аксиомаға айналып кеткені белгілі. Біз шумақ терминінің аясын кеңіткіміз келеді. Қазақ филологиясында термин ретінде шумақ алғаш рет Байтұрсынұлының қаламына ілікті. Ол шумақтың мынадай постулаттық анықтамасын берді. Өлең кестесі айшық деп аталады, айшықтың әрбір тақтасы шумақ деп аталады, деп өзінің дәлелін келтіреді. Неге? Күрделі синтаксистік тұтастықта осылай алғанын. Ал күрделі синтаксистік тұтастық бұл жаңағы орыс тіліндегі атауды калькалау тәсілі арқылы жасалған термин екендігіне тоқталып, осы шумақты күрделі синтаксистік тұтастықтың орнына қолданса деген ғалымның пікірін қолдай отырып, Гүлназ Төкенқызы шумақ терминін әмбебап тіл мен әдебиетке, поэзиялық мәтін мен прозалық мәтінге ортақ етіп қолдануға әбден болады деп ой қорытындылайды. Міне бұл қаншалықты бізде дұрыс қолданылып отырған термин емес, бұл жөнінде қазір осы менің сөз алуымнан кейін осы офлайн конференцияға қатысқан өз пікірлерін айтқан ғалымдар да өздерінің ой пікірін айтады деген ойдамын. Бұдан кейін өздеріңіз білесіздер, көп жылдар бойы терминология саласы лексикологияның бір тармағы ретінде қарастырылып келді. Қазіргі кезде енді ол лексикологияның бір тармағы аясынан шығып кетті десе болады. Терминология өзіндік зерттеу пәні, әдістері, әдіс тәсілдері бар, қалыптасқан жеке ғылым саласы. Осы терминологияға байланысты, соның термин жасамдық әдіс тәсілдерге байланысты қаншама жаңа терминдер пайда болды. Келесі офлайн конференциясының бейне дәрісін оқыған Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының докторанты Ақжібек Нұрланқызы Ахмет. Енді Ақжібек, өздеріңіз білесіздер, жоғарыда айттық, докторант ретінде ғылым жолына енді түсіп жатқан, ізденуші ғылым жолындағы ізденісін көрсетіп жатқан жас буын, сондықтан да өзінің офлайн конференциясында негізгі теориялық мәліметтердің барлығын бәрімізге белгілі үлкен танымал терминолог ғалым Шерубай Құрманбайұлының еңбегінен келтірген. Яғни Ақжібектің өз жаңа терминология саласына байланысты, оның терминдерге байланысты өздік пікір ұсыныстарын біз көре алған жоқпыз бұл офлайн конференцияда. Дегенмен де Ақжібек өзінің жаңағы баяндамасында, дәрісінде бірнеше қазіргі кезде қолданылып жүрген, бірақ әлі бекітіле қоймаған терминдерді келтіреді. Сол терминдерді біз мына жерде берсек, тұлғалық термин жүйе, терминологиялық көшкін, терминологиялық бейберекеттік, терминологиялық дүмпу және терминші деген терминдерді келтіреді. Өздеріңізде байқап отырғандарыңыздай,
бұл терминдердің, осы ұсынылып отырған терминдердің бәрі де кәдімгі орыс тіл біліміндегі терминология саласындағы терминдердің калькалау тәсілі арқылы жасалған сөздер. Енді бұл сөздер біздің ұғымымызға, танымымызға сәйкес келе ме жоқ па, ол жөнінде пікір білдіреміз десеңіздер, қазір пікір айтуларыңызға болады. Яғни, қорыта айтқанда, тіл дамуының әлеуетін көрсететін терминдерді, оның ішіндегі лингвистикалық терминдерді біріздендіру арқылы қазақ тілінің ғылым тілі ретіндегі дамуына үлкен үлес қосқан болар едік. Айта кететін бір жағдай, осыдан бір жыл бұрын осы лингвистикалық терминдерді біріздендіруге байланысты тағы да біздің орталықтың ұйымдастыруымен үлкен ой-талқы семинары өткен болатын. Осы ой-талқы семинарында үлкен білікті осы қазақ тіл білімі саласында жүрген ғалымдар өздерінің терминдерге қатысты, төл терминдерді жасауға қатысты пікірін білдірген. Соның ішінде әсіресе Байтұрсынұлының жасаған терминдері біразы қолданыста еніп, қазіргі дейін біздің төл термин ретінде мақтанышпен айтатын терминдеріміз болса, енді біраз терминдері қолданысқа енбей қалды. Енді оның қолданысқа енбей қалу себебін белгілі үлкен ғалым, филолог ғалым Орынай Жұбаева, оның жаңағы кеңес дәуірі кезіндегі біздің теориялық еңбектердің жаңағы орыс тіл білімінің еңбектерінің негізінде қайтадан жазылып, ондағы жаңағы әртүрлі категориялардың жіктелуі орыс тіл білімінің ізімен кеткендігімен байланыстырады. Мысалы, оның жанында айтайық, рай категориясы, етіс категориясына байланысты жаңағы ғалым өз пікірін дәлелдей отырып, Байтұрсынұлының ұсынған терминдері осы категориялардың жіктелуіне байланысты өте біздің ұғымымызға, танымымызға өте керек және сол қолданысқа түсуге ыңғайлы термин ретінде атап өтті. Енді кейіннен жаңағы кеңестік жүйенің әсерінен біздің жалпы осы лингвистиканың құрылымында да көп қателіктердің орын алғандығын, енді тәуелсіздік кезінде соны қайтадан ретке келтіру мүмкіндігін жасау керектігін атап өтеді. Міне, бұны біз шын айтқанда бұл пікірмен бізде қосыламыз, бұл пікірге бізде қосыламыз. Оны енді болашақта тағы да көре жатармыз. Қазіргі кезде біздің осы 4 офлайн конференциядағы терминдерді біз талдап, талқылап, ой пікірімізді ортаға салсақ. Жаңа айттым, менікі жалпы шолу, қосымша пікірді соңында тағы айта жатамыз. Осымен жаңа мен өзімнің ақпараттық баяндауымды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Бақытгүл Дәуітбекқызы, шолу баяндамаңызға. 4 офлайн конференцияны жүргізген ғалымдар мен ізденушілердің өз тақырыптары бойынша тереңнен зерттеп зерделегені байқалып тұр. Олай болса, ары қарай пікір алмасу бөліміне көшейік. Алғашқы пікір айту үшін сөз Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Еспекова Ләззат Әубәкірқызына беріледі. Ләззат Әубәкірқызы, сөз өзіңізде. Апай, саламатсыз ба? Микрофон қосып жіберсеңіз.
Кешіріңіздер, мен даусым не тұр екен ғой, кешіріңіздер. Сәлеметсіздер ме тағы да? Жаңа енді менің баяндамам бойынша тілдің дыбыстық жүйесіндегі қазіргі соңғы кезде қолданылып жүрген терминдерге байланысты жаңа бірінші слайдта айтылып өтті. Енді бұл бірінші айтарым, жаңа дыбыс фонетика саласын Әлімхан ағай дыбыс жүйесі деп берген деп айттыңыз. Соған бір өз пікірімді айтқым келіп отыр. Жалпы бұл дыбыс жүйесі деген терминді ең алғаш ұсынған бұл Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Ол кісінің мынау тіл білімінің 4 саласын ол кісі жаңа қазақша атаулармен берген. Негізі осыларды да болашақта ескерсе де, мынау фонетика саласын ол кісі тілдің дыбыс жүйесі деп атаған болатын. Ал жаңа екінші Айгерімнің несінде морфология деп тұр, морфологияны сөз жүйесі деп берген болатын ол кісі. Мына осындай қазақы терминдер сұнған кезінде, бірақ өкінішке орай ол саланың атаулары кейін орыс тілінің ықпалымен фонетика, морфология, синтаксис, лексикология деп сол атаулармен еніп кеткен болатын. Ал енді менің жаңағы терминдерді мен өзім ойлап тапқан жоқ, ол менің сынып отқан терминдерім емес. Мен енді осы тілдің фонетика саласына байланысты бірнеше жыл Еуразия ұлттық университетінде дәріс оқып жүрмін. Сол дәріс барысында ғылыми еңбектерге шолу жасап отырған кезде осы енді дәріс барысында бізде қазақ терминдерді ұсынуға тырысамыз. Соның ішінде көптеген қазіргі тілдің дыбыстық жүйесіне байланысты терминдердің қазақыланып берілгенін байқауға болады. Бұл терминдердің негізгі тілде орнығуында, терминдердің белгілі бір жүйеленуінде, мынау көпшілікке танылуына менің түсінігімде ғылыми еңбектердің үлесі көп деп ойлаймын. Оның ішінде мынау 2002 жылы шыққан, тәуелсіздік алғаннан кейінгі шыққан үлкен академиялық басылым, бұл 2002 жылы шыққан қазақ грамматикасы. Осы қазақ грамматикасында біз 50-ші жылдардан, мысалы өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан 90-ші жылдарға дейінгі берген еңбектердің барлығында фонетиканың салаларын орыс тіл терминдермен акустическая фонетика, артикуляционная фонетика, кәдімгі орыс тілінің терминдермен беріп келдік. Акустикалық фонетика, артикуляциялық фонетика деген сол терминдер сол кезеңнен бастап қолданылып кетті. Міне ең алғаш осы 2002 жылы шыққан қазақ грамматикасында осы фонетика саласының салалары қазақы терминдермен кәдімгі тілдің сөз жасам жүйесіне лайықталып ұсынылды. Мына айтылым фонетика, естілім фонетика, жаңағы ұсынылып отқан үндесім фонетика дегеннің барлығы осы ғылыми еңбекте алғаш берілді. Сондықтан да біз студенттерге дәрісіміздің барысында фонетиканың салаларын осы қазақ атаулармен ұсынып жүрміз. Одан кейінгі жақсы бір қуантарлық жағдай, мынау үндестік заңының түрлері қазіргі таңда тілдің дыбыстық жүйесінде үндестік заңын 5-ке бөліп қарастырады. Сол 5 түрінде қазақ атаулармен ұсынған болатын. Яғни мынау сингармонизм заңы деп аталып жүрген заңдылықты тіл үндестігі заңдылығы деп атады. Бұл жаңа сіз айтып қалдыңыз, осыны үндесім заңдылығы деп атаған тиімдірек сияқты деп. Бірақ негізінен бұл атаулардың берілуі жайдан жай емес. Бұл атаулар, яғни жаңағы заңдылықтың ерекшелігіне байланысты беріліп отыр да. Тіл үндестігі деген, яғни бұл түбірге жалғанатын қосымшаның жуан жіңішкелігіне байланысты. Яғни ендеше мынау ненің дыбыстың жуан жіңішкелігі бұл мына тілдің жуан дауыстыларды айтқанда біз тіл артқа кетеді, жіңішке дауыстыларды айтқанда тіл алға кетеді. Яғни тілдің өзара үндесу негізінде жасалатын заңдылық екендігін айқындап тұрған бір ерекше атауды. Сондықтан да мен бұл тіл үндестігі деген терминді қолдаймын. Мектеп грамматикаларында бұл заңдылықты буын үндестігі деп атап жүр. Кейбір енді осы тәуелсіздікке дейінгі шыққан еңбектерде бұны сингармонизм заңы деп берген. Енді бұны кезінде 1924 жылы Халил Досмұхамедұлы қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы деген еңбегі шыққан кезде сол еңбекте бұны кәдімгі сингармонизм заңы деп атап берген болатын. Бірақ енді меніңше тіл үндестігі деген заңдылықта өте сәтті алынған терминдердің бірі деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы ассимиляция заңдылығы. Енді ассимиляция заңдылығы мына қазіргі мектеп оқулықтарында мысалы дыбыс үндестігі деп қарастырып жүр. Кейбір жоғарғы оқу мынау типтік бағдарламаларда, кейбір жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтарда үйлестік заңы деп қарастырып жүр. Ал енді бұны осы 2002 жылы шыққан қазақ грамматикасының авторлары ұқсастық заңы деп берген. Бұл заңдылықта негізінен өте сәтті алынған. Өйткені бұл ассимиляция деген терминді латын тілінен аударғанда бұл ұқсату деген мағынаны білдіреді. Яғни дауыссыз дыбысты дауыссыз дыбысқа ұқсату, яғни қатаңды қатаңға, ұяңға ұяң үндіні табиғатына қарай үйлесетін дыбысты ұқсату болып табылады. Осы ерекшелігіне сай бұны ұқсастық заңы деп өте сәтті алынған. Одан кейін үшінші заңдылық біз мына
аккомодация заңдылығы деп қарастырып жүрміз. Бұл енді үндестік заңының бір түрі ретінде кейіннен енгізілген заңдылықтардың бірі. Бұл дауысты мен дауыссыздың арасында болатын заңдылық. Бұны жаңағы аккомодация деп бермей, бейімдестік заңы деп ұсынған. Бұл да өте сәтті алынған. Одан кейін жаңағы диссимиляция заңдылығы, бейімдестік заңдылығы деп аталып жүр. Міне осындай ерекшеліктеріне байланысты 2002 жылы шыққан қазақ грамматикасында жаңағы терминдер, атаулар берілген болатын. Сондықтан мен өз басым осы терминдердің термин қоңға ұсынып, жалпы барлық орта буын оқулықтарына да бір жүйеге түскені жақсы ғой. Терминдердің бәрімізге кейде бір-біріміз түсінбей қалатын тұстарымыз бар осы терминдердің әртүрлі аталуынан. Сондықтан осыны бір жүйелеу үшін меніңше ұсыну қажет деп ойлаймын. Оны өздеріңіз шешесіздер, бірақ мен өзім осы практикада қолданып жүрген дүниелерімнен айтып отырмын пікірімді. Сондықтан бұл жаңағы әрбір заңдылықтың ерекшелігіне сай алынған терминдер деп ойлаймын өз басым. Сондықтан ұсыну керек сияқты. Рахмет. Рахмет, Ләззат Әубәкірқызы. Құнды ұсыныстарыңызды, пікіріңізді білдірдіңіз. Терминология басқармасы қазіргі таңда жұмысты жүйелі түрде жүргізу мақсатында офлайн, онлайн конференцияларды ары қарай осындай талқылау мақсатындағы семинарларға ұластырып отыр. Және де 71 жылдан бергі бекітілген терминдерге 2022 жылдан бастап мониторинг жүргізуді жоспарлап отырмыз. Яғни сізбен біз бірлесіп осындай терминологияны біріздендіру мәселесіне атсалысамыз ғой деген ойдамын. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Лингвистиканың күрделі де көлемді саласы синтаксис екені баршамызға белгілі. Кезінде алғаш рет осы саланың төл терминдерін жасаған Ахмет Байтұрсынұлы. Қазіргі кездегі синтаксис терминдері жайында, синтаксис терминдерінің қазіргі сипаты офлайн конференциясында дәріс оқыған Тұран Астана университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Гүлназ Төкенқызы. Ұсыныс пікір білдіру үшін сөз кезегін Гүлназ өзіңізге береміз. Микрофоныңызды қоссаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті қауым. Енді біз мына жоғарғы оқу орындарында әртүрлі пәндерден мамандар даярлап жатқаннан кейін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына болашақ мұғалімдер дайындап жатқандықтан біз енді фонетика, лексикология, синтаксис салаларынан сабақ береміз. Енді арнайы терминдермен айналыспасақ та тіл маманы болғаннан кейін әрбір терминге біз үңіліп қараймыз. Себебі болашақ мұғалімдерде мамандарды даярлау барысында біз осы терминдер саласына келгенде кішкене қиындықтар туындап жатады. Себебі бүгінгі таңда мысалы синтаксис саласын оқытқан кезде бір терминнің бірнеше жаңағы нұсқада қолданылып жүргеніне біз кездесіп жатамыз. Айталық, ондай енді әр жылдарда болған білеміз. Мысалы қазақ тілінде синтаксис деген терминнің өзін кезінде Жұбанов, Құдайберген Жұбанов қоспа деп аударған, бірақ енді ол балама мысалы қолдау таппады, синтаксис күйінде қолданылады. Сол сияқты синтаксис терминдер туралы алғашқы оқулықтардың өзінде атауларды әртүрлі атанғандығын көреміз. Мысалы үшін Аманжолов кезінде 30 жылдары ғалым Сәрсен Аманжоловтың еңбектерінде мысалы құрмалас сөйлемге байланысты сыйысқан құрмалас, қиысқан құрмалас сөйлем деп берген деп білеміз. Енді міне осы сияқты терминдер әртүрлі аталғанмен кейінгі уақытта бірізділікке түсіп, көпшілік қауым жаңағы тіл мамандары қолданып жүрген тұрақтанды деп айтамыз. Бірақ қазіргі кезде біздің тілімізде осы синтаксис саласына байланысты терминдер көбінесе орыс тілінен енген терминдер жұмсалғанымен әртүрлі мысалы нұсқалар кездеседі. Айталық, мысалы бір күрделі синтаксис тұтастық дегенді алатын болсақ, күрделі синтаксис тұтастық термині беріледі. Мысалы 2002 жылы шыққан академиялық жинақта күрделі синтаксис тұтастық деп ұсынылады. Біз студенттерге күрделі синтаксис тұтастық деп оқытамыз, күрделі синтаксис тұтастық. Ал енді ғылыми еңбектерге шолу жасайтын болсақ, осы күрделі синтаксистік тұтастық деген терминнің өзі әртүрлі ұсынылған ғалымдардың еңбегінде.
Мысалы үшін синтаксис саласының белгілі маманы ғалым Жақып Жантастың еңбектерін қарайтын болсақ, шумақ дегенді ұсынады. Ғалым күрделі синтаксис тұтастыққа сипаттама беріп, бұны шумақ деп ұсынған дұрыс деп, шумақ деген терминнің уәждемесін береді. Бұл термин қазіргі кезде үш түрлі термин ретінде қолданып жүр. Күрделі синтаксистік тұтастық, күрделі синтаксистік бірлік және шумақ деп үш түрлі жаңағы нұсқада қолданылып жүр. Соны бір ізділікке түсіріп, сол академиялық жинақтағыдай күрделі синтаксистік тұтастық деп неге қолданбасқа, өйткені көпшілік қауым академиялық жинақты қазір белсенді түрде қолданады. Студенттеріміз бар, магистранттарымыз бар. Енді шумақ термині филологияда поэзияға ғана тесер болып жүргені белгілі. Біз шумақ терминінің аясын кеңейткіміз келеді деп ғалым ұсынғанмен, енді алдағы басқа осы синтаксис саласы бойынша терминді зерттеп жүрген ғалымдардың енді көзқарасы қандай екенін білмеймін. Мен өзім жалпы күрделі синтаксис тұтастық деген терминді пайдаланамын осы неге байланысты, күрделі синтаксисті өткен кезде. Енді жалпы тек бұл күрделі синтаксистік тұтастық қана емес, тілімізде тағы да басқа, мысалы, терминдер көптеп кездеседі. Осы интерпретация деген терминді алатын болсақ, ол да әртүрлі тәпсірлеу деп, қазақшалау керек деп, тәпсірлеу деген терминмен ұсынады. Немесе интертекст алайық. Интертекст деген терминнің өзі әртүрлі ғалымдардың еңбегінде әртүрлі терминмен ұсынған. Интертекст деп беріледі, интермәтін деп беріледі, немесе ілкі мәтін деп, мысалы, Бердібай Шалабайдың еңбектерінде ілкі мәтін деген терминді біз кездестіреміз. Сонда қарап отыратын болсақ, бүгінгі таңда синтаксис саласындағы жаңағы терминдердің бір ізді еместігін байқаймыз. Ол бірнеше нұсқада, тіпті үш түрлі немесе екі түрлі әртүрлі болып ұсынылып жүр. Мысалы, сөйлемнің актуалды мүшеленуі дейді. Қазіргі кезде біз, мысалы, синтаксистік талдау жасаған кезде сөйлемнің актуалды мүшеленуіне байланысты терминді қолданамыз. Сонда жұмсалымдық мағыналық өшірсеңізші, кешіріңіздер. Сөйлемнің актуалды мүшеленуі деген терминді алатын болсақ, бұнда жұмсалымдық мағыналылық мүшеленуі деген деп те беріледі. Немесе енді тағы да үшінші бір еңбекті қарайтын болсақ, осы актуалды мүшеленуін сөйлемнің өзектенуі деген терминмен беріледі. Міне осы сияқты синтакстың бүгінгі таңда синтакстік талдау жасау барысында біздің студенттермен жұмыс жүргізгенде осындай әртүрлі терминдердің кездесетіндігін айтып кеткім келеді. Осы терминдерді бірізділікке түсіретін болсақ, қазір мысалы атаулы сөйлем десек, оны тек қана атаулы сөйлем ретінде танимыз ғой. Сол сияқты осы берілген бүгінгі таңдағы синтакстік терминдердің барлығын бірізді ретінде алып енгізсе деген ойдамын. Тағы осындай бір сұрағым бар, сұрақ қойға оламын Гүлназға? Тағы да осы сияқты терминдерді көп кездестіруге болады. Қазіргі таңдағы мысал үшін айталық қазақ тілінде берген терминдерді алатын болсақ та, өздеріңіз білесіздер, жақты сөйлем, жақсыз сөйлем деген кезде де бізде тағы да мынандай, енді ол терминге ғана байланысты емес, жақты және жақсы сөйлем дейміз де, енді кейінгі еңбектерді қарап отырсақ, жақсы сөйлемді жанама жақты сөйлем деген терминмен ұсынғандығын көруге болады. Сұрақ қояр едіңіз бе? Жаңағы терминдер бұлар мәтін синтаксисіне қарай кетпей ма? Бұлар сөйлем жүйесі емес, мәтін синтаксисінің терминдері емес пе? Жоқ, жалпы синтаксистің терминдері ғой. Мен жалпылама синтаксистің терминдерін айтып отырмын. Тек қана жай сөйлем синтаксисінікі, немесе мәтін синтаксисі, немесе жаңағы
құрмалас сөйлемге байланысты сөз тіркесі синтаксис деп отырған жоқ. Мен жалпы синтаксис саласында кездесетін осындай терминдер бар. Жаңағы күрделенген күрделі синтаксис тұтастық деген ол енді мәтін синтаксисінде, сонымен қатар ол құрмалас сөйлемге байланысты да біз қарастырамыз ғой. Құрмалас сөйлемді өткен кезде де күрделі синтаксис тұтастық туралы айтып өтеміз. Жалпы негізі мәтін синтаксисі ғой. Негізі жалпы мен жалпылама синтаксис саласы бойынша осындай қазіргі таңда әртүрлі болып отырғандығын айтқым келіп отыр. Терминдердің, бүгінгі таңдағы терминдердің жұмсалымын. Рахмет, Гүлназ Төкенқызы, өз еңбегіңізді толық, ұғынықты талдап талқылап бердіңіз. Үлкен рахмет айтамыз сізге. Тілдің маңызды саласы, ол терминология саласына жастардың қызығушылық танытуы қазіргі кезде көңіл қуантып отыр. Сондай болашағынан үлкен үміт күттіретін ізденушіміз, өзіндік ой пікірі бар. Біздің ізденушіміз Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің докторанты Әйгерім Қожабекқызына сөз беріледі. Әйгерім, сөз өзіңізде. Рахмет, Лиза Қожақызы. Бүгін жалпы жақсы бір семинар басталып отыр. Шыны керек, морфология саласы бізге барлығымызға баяғыдан мектеп қабырғасынан белгілі ғой. Себебі біз ең бірінші өткенде осы зат есім, сын есім деген сияқты Ахмет Байтұрсынұлының бізге қалдырған терминдерін әлі күнге дейін қолданып келе жатырмыз. Бағана Бақытгүл апай да, Ләззат апай да осы жөнінде айтып кетті. Яғни Ахмет Байтұрсынұлының терминдерінің өміршеңдігі жайлы өте жақсы ой қозғады. Жалпы морфология саласында басым көпшілігі қазақшаландырылған терминдер. Оның яғни көп пайызын осы Ахмет Байтұрсынұлының терминдері құрайды екен. Жалпы бұл сала бойынша ең бірінші атауында, яғни морфология деген терминнің өзі кірме термин болып тұр. Ахмет Байтұрсынұлының ізімен сөз жүйесі деп ауыстыру да өте орынды деп есептеймін. Себебі бағана Ләззат апай да айтып кетті, дыбыс жүйесі, сөз жүйесі, сөйлем жүйесі деп әдемі қазақы терминдермен берген. Сол дәстүрді сақтап, бізде сөз жүйесі деп ауыстырсақ, өте орынды болады деген ойдамын. Одан кейін мен жалпы өзім ұсынған дейік пе, әлде басқа ғалымдардың ой пікірлеріне сүйене отырып, сіздерге ұсыныс ретінде берген терминдерім ол морфема мен префикс болатын. Соларды қазақшалау ұсындым. Сөз тұлға деп сөз және тұлғаны бірігу арқылы жасалған терминді беріп тұрмын. Сөз тұлға деп, одан кейін префикс сөз алды жұрнақ деп. Жалпы қазақ тілі жалғамалы тіл екені барлығымызға белгілі, яғни қазақ тілінде көп жалпы негізгі басым бөлігі түбірден кейін жалғанады, қосымшалар. Дегенмен қазіргі таңда көптеген кірме терминдерде сөз алды жұрнақтары өте көп кездеседі. Мини, макси, гидро, авто деген сияқты префикстері бар, терминдер бар. Одан кейін бұрыннан бізге әбден тілімізге сіңіп кеткен, бұлар да бірақ кірме терминдер. Дегенмен де бүгінгі таңда тілімізге әбден сіңіп кеткен десек те болады. Бейкүнә, бейхабар, бейтаныс сияқты сөздеріміздегі бей префиксін алып, біз бұларды префикс деген әрине кірме термин, соны біз қазақшалап сөз алды жұрнақ деп ұсынып отырмын. Енді арғартай оны қолдау, арғартай жүзеге асыру ол сіздерге байланысты. Жалпы мен дәріс оқушы ретінде осы екі терминді ұсынып отырмын. Оған қоса сөз жүйесі де үшінші термин ретінде және негізгі термин ретінде осы сөз жүйесін бірге қосып жібергім келіп отыр. Жалпы морфология саласы бойынша айтарым осы. Рахмет. Рахмет, Әйгерім. Әйгерім сонау кеңестік дәуірден бері зерттеліп келе жатқан морфология саласына байланысты өзінің пікірін білдірді. Сөз кезегін тағы бір ізденушіміз,
терминология саласы терминдерінің ұлттық сипаты офлайн конференциясында дәріс оқыған Ақжібек Нұрланқызы Ахметке береміз. Сәлеметсіздер ме? Қадырмен. Мен естіп тұрмын ба? Естіліп тұрсыз? Жақсы естіліп тұр. Сәлеметсіздер ме? Менің дәрісімнің тақырыбы терминология саласы терминдердің ұлттық ерекшелігі болатын. Ол терминология және терминтану, терминология саласында ұлт тіліндегі терминдер, терминология саласы терминдердің негізгі жасалу тәсілдері калькалауға тоқталып, сонымен қатар терминология мәселесімен айналысушы мамандарға тоқталдым. Осы жерде калькалау тәсілінің арқылы жасалған терминтану терминдеріне тоқталдым. Олар теориялық терминтану, қолданбалы терминтану және практикалық терминтану, жалпы терминтану және тағы басқа терминдерге тоқталдым. Келесі сонымен қатар терминология мәселесіне айналысушы терминдерге Шерубай Құманбайұлы ғалымның кітабына сәйкес терминтанушы, терминограф, терминологиялық қызметші, терминші, редактор терминші, терминком мүшесі терминдеріне тоқталып, жалпы терминологияның ұлттық сипатына жалпы сипаттама беріп кеттім. Сонымен қатар менің қосатыным Буда терминдер болып табылады. Қазір гибрид терминдерін Буда терминдер деп атап келедім. Бұл менің диссертация тақырыбыма сай болған соң Буда терминдерін қосып атап кеттім. Және де Буда терминдеріне тоқталып, Буда термині дегеніміз не екеніне жалпы тоқтап кеттім. Осымен бітті. Ақжібек, тұшымды ой пікіріңізге көп рахмет. Пікір білдіріп, баяндамашыларға сұрақ қоям, қосымша пікір айтам десеңіздер, қазір сіздерге уақыт берейік. Құрметті қатысушылар, пікір, ұсыныс, сұрақтарыңыз бар ма? Олай болса, бүгінгі семинарымыздың қорытындысы ретінде Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы терминология комиссиясы отырысына бекітуге ұсынылатын терминдер тізбесін сіздерге ұсынайық. Рұқсат болсам, ұйымдастырушылар терминдер тізбесін экранға шығарсаңыздар. Бақытгүл Дәуітбекқызы, өзіңіз бір көрсеңіз. Құрметті бүгінгі жиынға қатысушылар, қазақ терминологиясы мазмұны мен құрылымы электрондық алаңында өткізілген онлайн семинардың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы терминология комиссиясына бекітуге ұсынылатын лингвистика саласының терминдерін ұсынып отырмыз. Бұл терминдер сіздердің жаңағы офлайн конференцияның нәтижесінде жаңағы басқа ғалымдардың қолданып жүрген болсын, өздеріңіздің практика жүзінде қолданып жүрген терминдеріңіз. Сондықтан жаңағы қатысушылар Ләззат Әубәкірқызы, Гүлназ Төкенқызы, Айгерім, Ақжібек, назар аударсаңыздар, осы терминдердің қайсысын біз жаңағы терминком комиссиясына бекітуге ұсына аламыз, ұсынғанымыз дұрыс. Өйткені біз бұл сіздер ұсыныс айтқаннан кейін бұл терминдерге лингвистикалық сараптама, ғылыми лингвистикалық сараптама жасалады. Яғни ол терминдердің дефинициясы анықталады. Одан кейін барып оның 9 тілдегі баламасы беріледі. Яғни 9 тіл дегеніміз бұның ішінде түркі тілдері, Азербайжан, өзбек, қырғыз, түрік тілдері алынады. Одан кейін жаңағы алдыңғы қатарлы халықаралық тілдер: орыс тілі, ағылшын тілі, испан тілі, француз тілі.
яғни жиыны 9 тілдегі баламасы беріледі. Одан кейін барып бұл терминдердің заңнамадағы қолданысы көрсетіледі де, одан кейін барып жаңағы сарапшының қорытындысы беріледі. Сондықтан осының барлығы талапқа сай келетіндей болу үшін, одан кейін басқа еңбектерде неғұрлым белсенді қолданыста жүргені терминдерімізді біз ұсынуымыз керек. Және терминком отырысына комиссия бұларды талқылап дауыс береді. Сонымен бірге осы терминді ұсынып отырған жаңағы мамандар қатысады осы комиссияға. Комиссияға қатысып, неге бұл терминді алып отырғандығын бір-екі ауыз сөзбен болса да дәлелдеуге тырысады. Сондықтан жаңағы әрбір сала бойынша терминдердің қайсысын біз ұсынайық, соны мұқият қарасаңыздар. Жасалым фонетика, айтылым фонетика, естілім фонетика, үндесім фонетика. Бұл жөнінде жаңа Ләззат Әубәкірқызы айтты ғой. Енді Ләззат Әубәкірқызы, сізге мынадай сұрақ. Осы жасалым фонетика дейміз ба, жоқ әлде жасалым дыбыс жүйесі деп береміз ба? Қалай біз бұны жаңағы комиссияның отырысына ұсынсақ болады? Сол жөнінде пікіріңізді білгіміз келеді. Енді фонетика саласын басында мен оны дыбыс жүйесі деп ұсынсын деген негізі ұсыныс жасаған жоқ едім, бірақ сіз жаңа өзіңіз өте орынды жақсы айттыңыз. Сондықтан енді бұл дыбыс жүйесі деген терминді Байтұрсынұлы ұсынған ғой кезінде. Сондықтан дыбыс жүйесі деп өзгертсе, ол жерде ешқандай не болмайтын сияқты, қателік болмайтын сияқты. Жасалым дыбыс жүйесі, айтылым дыбыс жүйесі. Егер фонетиканы дыбыс жүйесі деп өзгертетін болсақ, онда ана жерде фонетиканың бәрін өзгерту керек, терминдерді. Жақсы, онда біз терминкомға ұсыныс берген кезде бірінші фонетика дейміз, фонетиканы қоямыз да, дыбыс жүйесі дейміз да, артынан бірыңғай мына сөз тіркесіндегі терминдерді береміз. Келісесіз ғой? Я келісемін. Келісесіз. Жақсы. Одан кейінгі өзіңіздің жаңағы баяндамаңызда болған ассимиляция, ұқсастық заңы, сингармонизм, тіл үндестігі, аккомодация, диссимиляция, бейімдестік заңы, бейімдестік заңы. Бұл терминдерді жаңағы қалдырамыз ба? Осы шет тілдік нұсқада жоқ, әлде мына қазақ тіліндегі нұсқасын бекітуге ұсына аламыз ба? Қазақ тіліндегі нұсқасын ұсынуымыз керек қой, соны бір жүйеге келтіруіміз керек қой. Қашанға дейін орыс тіліндегіні қолдана береміз? Жақсы. Онда осы өзіңіздің әріптестеріңізбен, яғни Гумилев атындағы Маңдайалды университетіміз, Гумилев атындағы университетті, содан кейін Әл-Фараби университетінің ғалымдарымен осыны тағы да пікір алмасып, пікірлесіп, осы желтоқсанның ортасына дейін нақтыласаңыздар. Содан кейін біз бұның барлығын жинақтап, тіл саясаты комитетіне хат жазып, терминкомның бірінші отырысына ұсынып жібере аламыз. Келісесіз ба? Иә, бірақ енді мен Әл-Фарабимен мен өткізуім керек па сонда ол нені? Жоқ, ондай өздеріңіздің осы фонетика саласында пікірлесіп жүрген ғалым таныстарыңыз бар ғой, енді әріптестеріңіз бар, енді бір ғылым саласында жүргеннен кейін бәрі бір-бірімен тығыз байланыста ғой. Олар қалай қарайды екен, солардың да пікірі керек. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте ол 2002 жылы шыққан қазақ грамматикасын басшылыққа алады деп ойлаймын. Қазір енді барлық оқу орындарында негізгі үлкен академиялық басылым сол ғой, соңғы шыққан 2002-дегі. Сондықтан сол еңбектегі терминдерді меніңше қазір оқу үдерісінде барлығы пайдаланып жүр деп ойлаймын. Бұл терминдер қолданыста. Ал соңғы кезде сол қазақ грамматикасының өзі бұрынғы грамматиканың үлгісімен жазылған, асығыстық орын алған, оны әлде осы академиялық грамматикаға өзгерістер енгізсе деген пікірлерді де естіп жүрміз. Енді ол барлық салаға байланысты емес қой. Негізі мынау тілдің дыбыстық жүйесіне байланысты өзгерістердің біразы кірген академиялық грамматикаға. Сондықтан енді ол 75 жылғы 2 томдық қазақ тілінің грамматикасының қайталану деп олай айтқан, ол еңбекті бағаламаған болатын шығар. Сондықтан бұл жерде енді фонетика саласы бойынша ол жерде көбінесе өзіңіз де білесіз ғой, Әлімхан Жүнісбектің еңбегі
фонетика Ағайдың еңбегі бар, одан кейін Сапархан ағайдың, Сапархан Мырзабековтің еңбектері, сол негізде жазылған, сол кісілердің еңбектерін басшылыққа алып берілген. Сондықтан енді осы саладағы үлкен мамандар негізі сол кісілер ғой кезінде. Сондықтан бұл терминдерде дау болмайды деп ойлаймын мен. Білмеймін, енді дыбыс жүйесі дегенде енді бұл бірінші жіберу керек та, дыбыс жүйесі. Одан кейін мына фонетиканың салалары кету керек. Жасалым фонетика, айтылым, естілім деп, үндесім деген түрлі нелер. Салалары фонетиканың. Оны жақсы, оны түсіндік. Ал енді мына тіл үндестігі, бейімдестік заңы терминдерінше, оны қалай істейміз? Оларды бекітуге ұсына аламыз ба, жоқ па? Ұсына аламыз, өйткені қазіргі көптеген ғылыми еңбектерде де осы терминдер негізі қолданылып жүрген, қазақша атаулар. Енді бар кейбір еңбектерде жаңа үйлестік деп, мектеп оқулықтарында әртүрлі беріп жүр. Осының бәрін енді егер терминкомға ұсынып бір жақтығы жүйелесек, онда ол оқулықтарға да енеді деп ойлаймын оның бәрі. Сондықтан ұсыну керек. Дұрыс айтасыз, әсіресе мектеп оқулықтарында тіпті сингармонизм заңы деп те жүр. Сол буын үндестігі көп орын алып жатыр, негізгі термин ретінде. Сондықтан бір ізді болу үшін осы терминдерге ұсынуға қарсы емессіз, да? Қарсы емес. Қарсы емес болсаңыз, онда біз сізбен байланыста боламыз да, болған лингвистикалық сараптама қандай еңбекте, қанша еңбекте осы жаңағы ұқсастық заңы, бейімдестік заңы қолданып жүрдігін біз дәлелдеп алып шығуымыз керек қой терминкомға. Сондықтан осыған бірлесіп еңбек етіп, осы бүгінгі жаңағы отырыстың нәтижесінде бір 21 термин ұсынылып отыр, соның бір 10 шақтысын өткізіп алсақ та біз үлкен жеңіс болар еді біз үшін. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Онда әрғарата синтаксис саласының терминдері, Гүлназ Төкенқызы, осындарсыз ба? Осындағы жаңағы өзіңіздің баяндамаңызда берілген интерпретация, тәпсірлеу, интертекст, ілкі мәтін, интермәтін, сложные синтаксическое целое, күрделі синтаксистік бірлік, шумақ, актуальные членения, бұл жерде күрделі синтаксистік тұтастық деген бар ғой, оны жазамыз. Соң кейін актуальные членения предложения, сөйлемнің актуалды мүшеленуі, оны жұмсалымдық мағыналық мүшеленуі, өзектенуі деген жаңа бірнеше термин ұсынылып отыр. Бірақ терминологиялық комиссияға барған кезде бірнеше термин талқыланбайды. Мүмкіндігінше бірақ термин қалдыруымыз керек. Осыған байланысты Гүлназ Төкенқызы, интерпретация қалпында қалдыру керек па? Жоқ, әлде тәпсірлеу деп беру керек па? Осы әрбір термин туралы бір нұсқаны қалдыру жөнінде пікіріңізді айтсаңыз. Ілкі мәтін, интермәтін немесе интертекст, қайсысын қалдырамыз деген сияқты. Гүлназ Төкенқызы, айтсаңыз. Мына интерпретация бойынша тәпсірлеу деген терминді ұсынып отыр. Өйткені бұл неге тәпсірлеу деген терминді ұсынамыз, ол жөнінде ғалымның нақты берген анықтамалары бар. Ал енді интертекст, ал нені интертекст алатын болсақ, бұл интертекст дегенді ілкі мәтін деген қазақи терминмен, қазақ тіліне тән терминмен ұсынып отыр. Негізі шын мәнінде түгел терминді орыс тіліндегі қалпында алмай, осы ілкі мәтін дегенді ұсынып көрсек деп ойлаймын. Тәпсірлеу мен ілкі мәтін. Интерпретация. Мына жерде күрделі синтаксистік бірлік, шумақ дегендермен беріліп, негізі көпшілік ғалымдарда күрделі синтаксистік шумақ, күрделі синтаксистік тұтастық деген терминмен берілген. Академиялық жинақтарда күрделі синтаксистік тұтастық, енді сол күйінде қалса, сол күрделі синтаксистік тұтастық деген күйінде ұсынылса. Өйткені 3 түрлі берілген ба осы күрделі синтаксистік тұтастық деген. 3 түрлі терминмен берілген.
Ал соңғы термин бойынша сөйлемнің актуалды мүшеленуі. Енді Жұмсалдық сөйлемнің мағыналық актуалды мүшеленуі, мүшеленуі деген өзектенуі, үш термин тұр ғой, үшеуінің қайсысын қалдырғанымыз негізі дұрыс? сөйлемнің актуалды мүшеленуі деп беріледі. Көп жағдайда, мысалы, біз ана Жеңіс Садуақасұлының еңбектерінде де сөйлемнің актуалды мүшеленуі дегенді кездестіреміз. Ал енді мына жұмсалымдық, мағыналық мүшеленуі деген күрделі сияқты. Онан да не шағын сол сөйлемнің актуалды мүшеленуі деген қазір қолданыста еніп жүр ғой. Мысалы, біздің студенттеріміз олимпиадаға барған кезде де барлығында ұсынылған термин осы сөйлемнің актуалды мүшеленуі қазір жиі қолданыста жүрген нұсқасы. Осыны қалдырайық дейсіз ғой онда. Сөйлемнің өзектенуі ол жаңағы терминнің дефинициясын ашпайды деген ойдасыз ба сонда? Өзектенуі деген сиректе, мына сөйлемнің актуалды мүшеленуі негізі жиі қолданыста, соған байланысты ұсынып отырғаным ғой, сөйлемнің актуалды мүшеленуі деген. Жақсы, рахмет. Мақалаларда осы сөйлемнің актуалды мүшеленуі жиі қолданыста. Жақсы, рахмет. Морфология саласы бойынша Айгерім Қожабекқызы, морфема, сөз тұлға, префикс, сөз алды жұрнақ, морфология, сөз жүйесі, осыны қолдайсыз ғой? Осы терминдер қолданысын деп ойлайсыз ба? Ұсынылсын деп? Иә, солай ойлаймын. Сонда бұл морфология саласы бойынша осы үш терминді ұсынуға болады. Жақсы. Енді келесі терминология саласының терминдері. Енді бұл жаңа жоғарыда да айтып кеттім. Бұл терминдердің көпшілігі бұлай сөз тіркесінен құрылып тұр, біріншіден. Екіншіден, бұлардың барлығы жаңағы орыс тіліндегі терминдердің калькалану арқылы болып тұр. Сондықтан бұны біз әзірше терминолог ірі мамандармен ақылдасып алмай, олардың кеңесін алмай ұсынуды кішкене қоя тұрсақ деген өзім ойым бар. Өйткені бізде терминология саласының соңғы кезде зерттелуі өте баяу. Бұл терминдер толығымен бізде қолданыста жоқ. Бірен-саран орыс тілді еңбектерде бар да, соның аудармасы ретінде қолданылып жүр. Бұның ішінде ұсынуға болатын термин, ол терминолог, терминші. Терминші терминін бізде Шерубай Құрманбайұлы жаңағы ұсынады, сол кісі өзінің еңбектерінде қолданады. Бірақ бұны көпшілік қолдап жүрген жоқ. Терминші дегеннен көрі термин танушы деп неге айтпаймыз. Терминші жаңағы ші жұрнақтары қазір белсенді қолданыста емес мамандық есін көрсететін. Сондықтан термин танушы, терминін алсақ деген ұсыныс пікірлер бар. Соған байланысты осы бір терминді жаңағы бекітуге ұсынып көрсек, терминші ма, термин танушы ма, комиссия анықтап берсе. Бұны біз тағы да терминолог ғалымдармен де ақылдасамыз. Ал қалған терминдерді меніңше әлі асығыстық болады деп ойлаймын комиссияға ұсынуға. Менің пікірім осы. Сонда жалпы бүгінгі жаңағы семинардың нәтижесінде 17 термин, лингвистика саласы бойынша 17 терминді тағы да сараптап, зерделеп, ғалымдардың жаңағы менің ойымша бұны негізінен көбінесе қолданылатын жоғарғы оқу орнының ғалымдары, оқытушылары. Сондықтан бір аз дегенде 5 жоғарғы оқу орнына осы терминдерді ұсыну жөнінде жаңағы пікірлерін жинақтап, сосын барып терминкомның отырысына ұсынсақ. Қалай ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңізді білгіміз келеді. Бұл пікіріміз дұрыс, өйткені жоғарғы оқу орнында қазақ әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, сосын мысалы Алматыдағы
педагогикалық институттар бар, солардың барлығына жіберіп, мысалы көзқарастарын, енді сала мамандары бар ғой барлық университетте, сол кісілердің сараптамасын жинақтап, содан кейін барып ұсыну керек деп ойлаймын. Бұл бір ғана адамның лингвистикалық сараптамасы негізінде айқындалмау керек. Ол бірнеше ғалымдардың пікірлерін жинақтай отырып, мүмкін ол кісілер өздерінің жаңа терминдерін ұсынар, соларды жинақтап ұсынғаны, бұл пікіріңіз өте орынды деп ойлаймын. Менде Бақытгүл Дәуітбековна, бір семинардың, бір дәрістің барысында айқындалатын дүние емес, бұл үлкен мәселе ғой термин деген. Сондықтан жаңағындай бірнеше нелердің, ғалымдардың пікірлерін жинақтап, соны негіздей отырып, жаңағы терминкомға ұсынсаңыздар, сонда дәлелді болады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, өте дұрыс айтасыз. Жақсы, аха. Гүлназ Төкенқызы бірдеңе Бақытгүл Дәуітбековна, жаңағы синтаксис саласының терминдерін, осындай терминді ұсынайық, тәпсірлеу деген терминді ұсынайық деген пікір, мына біздің тарапымызда туған пікір емес, оны арнайы синтаксистің маманы сол терминді ұсынып отыр. Неліктен шумақ деп атайық, күрделі синтаксистік тұтастық деп айтпайық, оның орнына күрделі синтаксистік бірлік деп айтпайық, шумақ деген терминді ұсынайық дегеннің уәждемесін барлығын жасап, ғалым жантас синтаксистік маманы ұсынады. Жалпы ұсынып отыр. Біз дегенмен де сол терминдердің ішінде күрделі синтаксистік тұтастық деген көпшіліктің арасында жиі қолданылып жүрген термин болғаннан кейін сол терминді ұсынып отырмыз ғой. Тәпсірлеу дегенді де ұсынып отырған ғалым неліктен тәпсірлеу деп аудару керек екендігі жөнінде өзінің еңбегінде жалпылама сипаттамасын бәрін береді. Арнайы берілген ол бар сол ғылыми еңбегінде. Жақсы, онда сіз ғалымдардың атын құпияламай айтсаңыз, сосын біз... Оның барлығы жазылып тұр, мен жіберемін сізге. Мысалы үшін, жаңағы күрделі синтаксис тұтастықты Жақып Жантас ағамыздың қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар деген еңбегі бар ғой, соның ішінде анықтап тұрып береді. Шумақ деген мәтін құрамында бір тақырыпшыға соғырланып беріледі, сондықтан шумақ деп атаймыз деген сияқты. Тәпсірлеуді де ұсынады. Ал өзектену деген ге байланысты үш термин ұсынып тұр ғой. Ортадағы терминді мен мысалы Бердібай Шалабайдың кейінгі 2019 жылы шыққан еңбегінде ұсынып отыр, осы терминмен атаған жөн болады деген. Жақсы. Осы сияқты ғалымдардың еңбектерінен алынған оның барлығы. Жақсы, онда біз сіз арқылы синтаксис саласының мамандарына ұсыныс жасаймыз. Әрбір саланың мамандары атсалысқан дұрыс қой. Бір-екі адамның пікірі ол ең бастысы емес. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Көп рахмет сіздерге. Ләззат Әубәкірқызы дұрыс айтып отыр. Бұл терминдерді бекіту, іріктеу бір семинардың аясында біте қоймайды. Лингвистикалық сараптамаға дейін біз әлде де пысықтайтын боламыз, талқылайтын боламыз. Сіздермен тағы мүмкіндік болса онлайн режимде мүмкін тағы да бас қосып қалармыз. Енді бүгін біз терминкомға ұсынатын бірнеше терминдерді талқыладық. Бағдарлама регламенті бойынша семинар жұмысын, осы онлайн семинардың жұмысын аяқтаймыз. Баршаңызға алғыс білдіре отырып, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, сіздерге сау болыңыздар. Сау болыңыздар.